Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге керемет сайтпен таныстырғым келіп тұр. Ол сайттың аты Зукаграм деп аталады. Зукаграмның артықшылығы сіз кез келген жазған текстіңізді, мәтініңізді аудиоға айналдырып беретін сайт. Олай болса, іздеу жолағына Зукаграм деп жазып алайық. Зукаграм деп жазғаннан кейін бізде ең бірінші Zukagram.com деген сайт тұр. Сол сайтқа өтеміз. Осы сайтқа өткеннен кейін бізге ешқандай тіркелудің қажеті жоқ. Осы жерде мынандай жұмыс аймақтары ашылатын болады. Алдын ала жазылған дыбыстар. Бізге оң жақ жоғарғы жақта озвучка текста дегенге бару қажет. Озвучка текстаға кіреміз. Одан кейін текст жазатын жерімізде алдын ала орыс тілінде жазылған текст тұр. Оны қажет емес, бізге оны өшіріп тастаймыз. Өшіріп тастағаннан кейін бізде бірінші тілдер тұр. Русский деп тұр. Оның ішінен ағылшынша, арабский, өзімізге қандай тіл қажет, сол тілді таңдаймыз. Мен қазір қазақ тілін таңдаймын. Қазақ тілін таңдағаннан кейін бізде тағы текст шығады. Ол текстті өшіріп тастаймын. Одан кейін бізде кімнің дауысымен, яғни озвучкамыз, аудиомыз шығу керек. Сол адамды таңдаймыз. Бізде 5 адам бар. Дәулет, Амира, Айгүл, Әсел деген. Мәдиде Дәулетті таңдап қояйын. Одан кейін высота, қандай тонда айту керек. Одан кейін скорость. Енді мен алғашқы текстімізді жазып көрсетейін. Осы текстті жаздым. Лайықты ұстаз арнасына қош келдіңіз деп, енді осыны озвучка жасап аудиоға айналдырайық. Ол үшін озвучить текстті басамыз. Лайықты ұстаз арнасына қош келдіңіз. Бізде осындай дыбысталған мәтініміз пайда болады. Енді тыңдап көрейік. Лайықты ұстаз арнасына қош келдіңіз. Лайықты ұстаз арнасына қош келдіңіз дейді. Қажет болса скачать етіп аламыз. Болмаса басқа адамның даусына ұнамаса айналдырсақ болады. Айгүлдің даусына айналдырайық. Озвучить тексті басамыз. Лайықты ұстаз арнасына қош келдіңіз. Лайықты ұстаз арнасына қош келдіңіз. Енді Әселді тыңдап көрейік. Озвучить текст. Лайықты ұстаз арнасына қош келдіңіз. Мадиді тыңдап көрейік. Лайықты ұстаз арнасына қош келдіңіз. Лайықты ұстаз арнасына қош келдіңіз. Осы сайтты өздеріңіздің сабақтарыңызға пайдалансаңыздар болады. Сіздерге сәттілік.